Барлықтарыңызға сәлем. Менің есім Аружан, және мен қасында тұрған қыз Умира. Шапалақ қайда? Бүгін біз соңғы шыққан Ирина Кайратованың жаңа клипіне реакция түсірмекшіміз. Айтпақшы, Умира ол ешқандай қазақ әншілерін, қазақ топтарын, әншілерін білмейді. Сол себептен бұл оның алғашқы көруі, е? Да. Онда кеттік. Кеттік. Кстати, қазір Қазақстанда өте хит болып отқан группаның бірі. Актуалды, прям. Наруто. Наруто, да? А это сосиска, где? Сосиска фильмде көріп тұрмын. Қарсай, хот-дог, рис и водка. Қарсай, типа қазақша кісін. Типа арқасында қазақша кілемдер. Қарсай? Санса жетті. Короче, оған ұнап жатыр әзірге. Это что такое? Жаңа, қарсайна, локацияның өзі ана үйді, қазақ үйдің ішінде. А все понятно, типа политика. Что сейчас қалсын не бар? Дыдың. Анау, стоп қауы. Вот қазақтың торт тұр ғой, типа қазақша торт. И, типа қазақша неде жасалғанда, қазақтың жері сияқты ше. Пауза дезің, да? Все нормально. Дальше. Қазақтың жерін жасағанда торттан, и соны кескенде, соны жеп атыр ғой жаңа көрмей қазақтың жерін. Да. Плюс, next. Эй, қарайын жердің астына түседі. И кто там? Интрига. Эй. Кстати, Умираның өзі де Қытайда оқыған. И бұл клипте тоже Қытай туралы бір нәрсе бар, қарай. А все понятно. Негізі осы жерін мен бір нәрсе деп ойладым, бірақ айтпаймын. Бірақ айтпаймын, ол политика өкілді. Сен Қытайларың жүр ғой. Есть Қытайда политиканы обсуждать етіп үйретеді, ең бірінші. Сол ғой, вот. Арсай, типа, бірінші кезекте қазақты қойды да, киноны, типа, Американың қызы келді, басып ұстаған сияқты қылды сады картада. Вот енді қазақтың баласын қойды, бұны орыстың есімен басып ұстады да картада. Типа, арақшып жаңа қарсайна, типа, қазақтар. Плюс. Көрі. Ну, блин, так есть. Жеп бітті, қазақтың жерін жеп бітті. Торт та енді, басқа нәрсе айтқан жоқ. Вот сен Қытайың, орысың, Америка. Давайте Қытай деп. Не надо. Қытайда қиын. Вот твой рис. Это хот-дог Американың. И бәрі өліп қалған дейсің ғой. Умираға бұндай сценалар ұнайды. Не. Өздері өзінше отырып уже 5 бармақ жетті.
бәрі жиналып. Қалғандарын риспен, өзінің тамағымен өзін улайды. Блин, это прям гениальный видео. Супер идеально. Миына енді жетіп жатыр. Біз үшеуміз отырып 5 шаға жеп өлең айтамыз ау деймін. Кетесің, ертесіне. Аумин. Хорошо. Аумин деп жатыр. Супер. Ал Умира ханым, мына клиптан не түсіндіңіз? Ұнады ма, ұнамады ма? Ну да. Но вы знаете, Қазақстанда осылай там қазіргі именно жастар политиканы былай ашық айта береді, любой жерде обсуждать ете береді. Негізі Чем бұрынға қарағанда, иә? Чем бұрынға қараған кезде негізі ол нәрсе жалпы жақсы нәрсе емес. Айтасыңдар, істейсіңдер деп айтпай ақ қойын, но барлық нәрсе қозғалады, айтылады, там әңгіме қыласыңдар, но по-любому Мен ойымша, бұл клипті еще тағы да сөзімен не алу керек сияқты. Сөзін тыңдап қайтадан. Негізі политиканы обсуждать етудің вообще дұрыс емес негізінде. Так что не қой жүр. давайте өшірейік. Потом. Все. Кстати, қытайлар туралы енді сен жаңа қытайларды көрдің ғой. Қытайлар. Өзің оқып келдің, көріп келдің мәдениетін. Қытайға барғандар, Қытайда болғандар, Қытайда оқығандар негізінде түсінеді. Қытайда ең бірінші студентке үйрететін нәрсе ол политиканы обсуждать етпеу. Нигде, никогда. А Қазақстанда можно, да? Мне кажется, ешқайсысы. Демократия. Қытай тоже демократиялық ел, но ол жақта олай. Қатты андай қойшы керек емес, қызық емес. Атын айта алмайсың, сен осындай жерде отырып. Сондай политика, но при этом ол жақта барлығы жақсы ғой. А еще енді қазақтардың түсіріп жатқан осындай клипі, қазір прям актуалды болған осы Ирина, да? Ирина Кариатовна. Лично мен олай ойлаймын, ол жақсы нәрсе емес. Дальше жақсы нәрсе емес. Кстати, саған ұнамады. Клип надо... Клип 50/50. Окей. И осымен бітті. Біздің реакциямыз сіздерге ұнады деген үміттемін. Лайк басып подписаться етуді және жаман болсын, жақсы болсын комментарийларыңызды жаза кетіңіздер. Астына біз Мира екеуміз оқимыз, тыңдаймыз и өсектейміз. Окей. Кадр 1, дубль 2.